Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Әйелдердің тағамы болып саналатын жемісті білдіңіз бе? Ендеше мені осы видеомды соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Құрма әйелдер тағамы болып саналады. Бұл керемет кептірілген жемістердің әйел үшін қаншалықты пайдалы екенін қазір сіздер білетін боласыздар. Құрма ісікке қарсы қасиетке ие және қатерлі ісіктің дамуын болдырмауға қабілетті. Сондықтан қатерлі ісіктің алдын алу үшін оны диетаңызға қосуды ұмытпаңыз. Құрма күшті энергетикалық сусын ретінде қызмет етеді. Оны жегеннен кейін 30 минуттан соң сіз күш-қуатты сезінетін боласыз. Бұл сізді күні бойы белсенді етуге көмектеседі. Арықтау үшін диета ұстасаңыз, барлық тәттілер мен ұн өнімдерін құрмаға ауыстырыңыз. Құрма ас қорыту процесін ынталандыру үшін ішектерді тазартуға өте жақсы көмектеседі. Құрманың әйел ағзасына пайдасы. Құрмалар әртүрлі амин қышқылдардың, сондай-ақ минералдардың мөлшері бойынша бірінші орында тұр. Құрмаларда мыс, фтор, темір, кальций, мырыш, магний, марганец, калий және басқа да микроэлементтер көп мөлшерде кездеседі. Витаминді құрамға келетін болсақ, бұл көрсеткіш бойынша құрма көш бастап тұр. Құрмада А, С, Е, Д, В2, В тобындағы витаминдер артық. А дәрумені ретінде танымал ретинол метаболизмді тұрақтандырып, жаңа жасушалардың пайда болуына белсене қатысады. Регенерация процесін баяулатып, сүйек тінін нығайтады, көру өткірлігін жақсартады, тері мен шаштың күйін қалыпқа келтіреді. Токоферол Е витамині иммундық жүйені нығайтып, қандағы қант деңгейін реттейді. Жасушалардың жасқа байланысты қартаюын баяулатып, денені сергітеді. Жалпы әл-ауқатты жақсартып, оның тиімділігін арттырады. Құрманың құрамындағы аскорбин қышқылы иммундық жүйені нығайтып, организмнен улық қосылыстарды кетіреді және терінің күйін жақсартады. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, мен арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлназ.